Сәлем достар, бүгін біз йогурт торт жасаймыз. Ол үшін алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды саламыз және қантымызды қосамыз. Барлығын таразының көмегімен мөлшерлеп аламыз және сары майымызды пайдаланамыз. Оның үстінен сүтімізді құямыз, барлығын бірден құйып аламыз. Сүттің температурасы маңызды емес, барлығын жақсылап миксерлейміз. Барлығы біркелкі болған уақытында ұнымыз бен қопсытқышымызды қосамыз. Ұнымызды аз-аздан қосып, барлығын біркелкі тесто болғанша араластырамыз. Дайын болған тестоға арахис қолдануға болады және де грек жаңғағын пайдалансаңыз да болады. Дайын болған тестоны 2 ковшқа бөліп пісірдім. 4-ке, болмаса 2-ке бөліп пісірсеңіздер де болады. Кремі, сливки және йогуртты пайдаланам. Және де сгущенкамен аз ғана сахар не пудра қосасыз. Йогурт менде вишневый. Қызартқыларыңыз келсе, үстінен краситель қосуға болады. Мен осы ақшылдау болған қаладым және әрлеу, сәндеу өз еріктеріңізде. Рецепт қолжетімді және тез дайындалады. Дайындап көріңіздер. Ас болсын.